Қазақ тілінде дыбыстың бөлінуі екі үлкен топқа бөлініп қарастырылады. Олар дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. В казахском языке классификация звуков подразделяется делением на два больших вида. Это гласные звуки и согласные звуки. Дауысты дыбыстардың өзі жалаң және екі дауысты болып бөлінеді. Гласные звуки делятся на монофтонги А, Ә, Е, О, Ö, О, У, А, Ә және И дифтонги И, У. Қазақ тіліне өзіне тән төл дыбыстары бар. Итак, в казахском языке есть свои специфические гласные звуки. Ә, Ö, Ә, Ü, О. Дауыссыз дыбыстар. Согласные звуки. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Х, және кейде У әрпі. Иногда звук У тоже является согласным звуком. Және де қазақ тілінің төл дауыссыз дыбыстары, а также специфические согласные звуки в казахском языке. Қ, Г, Ң, Х. Теперь давайте более детально познакомимся с каждым видом звуков. Сонымен, дауысты дыбыстар, гласные звуки. Бірінші тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып бөлінеді. Первое. По положению языка подразделяются на твердые гласные и мягкие гласные. Жуан дауысты дыбыстар. Твердые гласные звуки А, О, О, У. Жіңішке дауысты дыбыстар. Мягкие гласные звуки Ә, Ö, Е, И. Екінші түрі, второй вид, еріннің қатысуына қарай. По участию губ. Еріндік және езулік болып бөлінеді. Подразделяются на губные и негубные. Сонымен, итак, еріндік губные. О, О, У. Езулік негубные. А, Ә, Е, И. Үшінші түрі, жақтың қатысына қарай. Третье, по участию челюсти или скул. Ашық және қысаң болып бөлінеді. Подразделяются на широкие и узкие. Ашық дауысты дыбыстар. Широкие гласные звуки. А, Ә, О, Е. Қысаң дауысты дыбыстар. Узкие гласные звуки. О, У, И. Және де екінші үлкен топ дауыссыз дыбыстар. И вторая большая группа – это согласные звуки. Қазақ тілінде дауыссыз дыбыстар үш топқа бөлінеді. Қатаң, ұяң және үнді дауыссыз дыбыстар. В казахском языке согласные звуки подразделяются на три больших подвида. Это глухие, звонкие и сонорные согласные звуки. Қатаң дауыссыз дыбыстарға келесі дыбыстар жатады. К глухим согласным звукам относятся следующие звуки. Қ, К, Х, Ц, П, Ф, Т, С, Ш, Щ, Ч. Ұяң дауыссыз дыбыстарға. К звонким согласным звукам. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Х. Және де үнді дауыссыз дыбыстар өз алдына екі топқа бөлінеді. Мұрын жолды және ауыз жолды дауыссыз дыбыстар болып.
Сонорные согласные звуки подразделяются на носовые и на плавные. Сонымен мұрын жолды. Итак, носовые. М, Н, Ң. Және ауыз жолды и второй плавные. Л, Р, И, У.